Қазақ халқы әлімсақтан жеті санын ерекше қастерлеген. Тіл көзден сақтайды деген ырыммен 7 жасқа дейін баласының шашын өсірген. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген нақылды өмірлік ұстаным еткен де біздің халқымыз. Тілі шықпаған сәбиі бар ата-ана, тілі 7 жаста шығатын баланың ғұмыры елмен тығыз байланыста болады деп ырымдайтын болған. Құрметті оқырман, бүгін біздің қазақ үшін ең маңызды 7 ата тақырыбындағы ақпарат пен аңыздар жайлы бөлісетін боламын. Өз өмірлеріңіз үшін пайдалы ақпарат болатынына сенімдімін. Халқымыз 7 санын қасиетті санап, аспан әлеміндегі, жердегі тұрмыс тіршілігінде пайдаланған заттарға 7 деген айдар таққан. 7 ең ерекше сандардың бірі. Әлем халықтары да оны қасиетті тылсым, таңғажайып, бақыт пен сәттілік әкелетін сан деп біледі. Ислам дінінде де 7 санының орны ерекше. Мәселен, Алла тағаладан пенделеріне түскен қасиетті кітаптардың бірі Тауратта 7 саны 500 рет қайталанады. Ислам дәстүрінде жұмақтың 7 қақпасы, тозақтың 7 баспалдағы, қағбаны 7 рет айналу деген ұғымдар бар болса, христиандарда да 7 жаратылыстың нышаны болып саналады. Тіпті өліні разы қылу үшін де аптаның жұмасында майдың иісін шығарып 7 шелпек таратылатынын бүкіл қазақ біледі. Біз 7 санының киесі туралы тақырыпты жайдан-жай қаузап отырғанымыз жоқ. Атың кім? Әкеңнің аты кім? Тегің кім? Қай елденсің? Руың қандай? Жүзің қандай? 7 атаңды білесің бе деген сұрақтарды қою қазақтың қанына сіңген әдет. Өкініштісі сол, осы сауалдарға мүдірмей жауап беретін жастардың қатары сиреп барады. 7 атасын жатқа білмейтін ұрпақ көбеюде. Көпшілік жиналған отырыстарда аға буын өкілдерінің үй иесінің жас баласынан 7 атасын сұрап, мардымды жауап ала алмайсың. 7 атасын білмеген жетесіз деп бекер айтпаған. Сол сияқты 7 атасын білген ер 7 жұрттың қамын жер деген сөз де бар. Бұл тәмсілдерді сәл-пәл тәпсірлесек, 7 атасын біліп, қан жақындаспай, туған ер генетикалық тұрғыдан ақыл-есі толық. Одан қалды атаның ақылын, ананың өсиетін тұла бойына сіңірген, туған топырағының қадір-қасиетін білетін елшіл тұлға болып, ер жетеді де 7 жұрттың қамын жейді. Мен мәдени жиындардан қалмауға тырысамын. 7 атаны қажетсініп жатқан жандарды көргенде жаным ауырады. Ата ру шежіресін жатқа білетін қарттар жоқтың қасы. Жалпы 7 ата ұғымы қайдан пайда болды? Бұған да тарих толқынынан жауап табасыз. 15 ғасырда Керей мен Жәнібектің қазақ хандығын құрғанын бәріміз де білеміз. Бірде Жәнібек ханның ақылшысы, кеңесшісі Жиренше шешен қатты ауырып төсек тартып жатып қалыпты. Жақын жерлердегі талай белгілі емші бақсыларды шақыртып қаратса да еш ем қонбапты. Соңында атақты Өте бойдақ деген емші барын біліп, соны шақырады. Өте бойдақтың емінен кейін Жиренше дертінен айығыпты. Жәнібек хан емшіге риза болып бірнеше сұрақ қойыпты. Қандай ауруды емдеу қиын? Тұқым қуалайтын ауруды емдеу қиын. Ал оның алдын алуға бола ма? Болады. 7 атаға дейін туыс адамдар қыз алыспау керек деп жауап беріпті емші. 7 қазақ үшін қасиетті сан. Өте бойдақ емшінің айтқанын Жәнібек хан жадына тоқып, халыққа 7 атаға дейін үйленуге тыйым салыпты. Кімде-кім 7 атаға толмай үйленсе, өлім жазасына кесілсін деген жарлық шығыпты. Содан бергі қазақ хандары да осы жарлықты бұлжытпай орындап отырыпты. Бұл үрдіс 5 ғасыр бойы өз құдіретін сақтап келген. 7 ата, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата, тектін деп жүрсек, тектіннен теркін, тұқиян, түп тұқиян деп өліп кете береді екен. Ұлдың баласы немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат, жүрежат, жегжат, жегжаттан жырағат, жамағат, өркен, әулет, заузат, жаран, қалыс, әлде қалыс деп жалғасады. Белгілі жазушы этнограф Сейт Кенже Ахметұлы 7 ата деп кімді айтамыз атты ғылыми туындысында өз ұрпағына 7 атасын үйрету
атадан балаға жалғасып келе жатқан қазақтың тәрбиелік дәстүрі екені аян. Мұның қандастық жағынан алғанда үлгі боларлық зор қызметі мен маңызын халқымыз ерте түсінген және осы ғұрыптан ауытқымай оны берік ұстанып келген. Енді осы қағиданың терең тамырына көз жіберейік. Біріншіден, жеті ата тәртібі туысқандық, ағайындық бірлікті, ынтымақты ұстана отырып, бір ауыл, бір бауыр болып өмір сүрген. Бір рудың адамдары осы күнге дейін бір жерді мекендеп келе жатыр. Екіншіден, жеті атаға дейінгі туыс-туғандардың тұрмыс тіршілігі де, күн көрісі де, туған жер, суы да, өріс-қоныс, жайлауы да қысы-жазы қатар немесе бірге болады. Қиындықта бір-біріне демеуші, қамқоршы пана, қуанышта да, реніш қайғыны да бірге көтеріп бөліседі. Туысы бірдің уысы бір деген сөз осыдан шыққан. Үшіншіден, бір атадан тараған туыстар мен жас ұрпақтар бірін-бірі жақсы таниды. Ағалы, інілі, апалы, сіңілі дегендей сыйластықта, бауырмалдықта бірге өседі деп жеті атаның мән-мағынасын ашады. Статистикалық есепке жүгінсек, соңғы жылдары елімізде ақыл-есі кем немесе физикалық тұрғыдан жетілмеген әлжуаз сәбилер дүниеге көп келіп жатқан көрінеді. Қазіргі уақытта өңірімізде 5 мыңға жуық мектеп жасындағы мүмкіндігі шектеулі сәби бар. Жыл сайын денсаулығында ақау бар 41 нәресте дүние есігін ашады екен. Дәрігерлер бұл құбылыс экологиялық әсерден болуы ықтимал деген пайым айтуда. Бұл жеті ата дәстүрінің бұзылуынан болуы да әбден мүмкін. Бұл сөзімізді облыстық балалар ауруханасының дәрігері Арлан Болатұлы да қуаттап отыр. Жеті атаға жетпей үйленудің салдарынан ерлі-зайыптылардың балалары кембағал болып туып, әртүрлі генетикалық ауруларға тап болып жатады. Қазір сан түрлі тұқым қуалайтын дерттер пайда болуда. Осының барлығы қан тазалығының сақталмауынан орын алып жатқандай дейді маман. Дені сау, ақыл-есі бүтін ұрпақ мемлекеттің байлығы. Еліміз алға бассын десек, ата-бабаларымыз берік ұстанған жеті ата дәстүріне берік болғанымыз жөн.